Облыс орталығындағы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялары қызметі филиалы ашылды. Бірінші көшпелі баспасөз конференциясы өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына арналды. Бұл жайында тілшілерге облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров баяндап берді. Дәл осындай орталық коммуникациялар қызметінің филиалы 8 облыс пен Алматы қаласында ашылыпты. Филиалдарды ашудағы басты мақсат бұқаралық ақпарат құралдар өкілдері арасында ашық диалог құру. Основная миссия региональной службы коммуникации. Біздің көздегеніміз бірыңғай бұқаралық саясат құру, журналистер қауымымен ашық диалог орнату. Аймақтың өзекті мәселелері осы коммуникациялары орталығында талқыланбақ. Жоғарыда әкімдікпен бірге брифингтердің жоспарын жасаймыз. Онда жергілікті билік өкілдері, бизнес саласының мамандары қатысатын болады. Орталық коммуникациялар қызметі филиалындағы бірінші отырыс өңіріміздің әлеуметтік экономикалық дамуына арналды. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров 8 ай ішіндегі көрсеткіштерге тоқталып, егін жинау науқаны жайында кең баяндама жасады. Қазіргі кезде алқаптағы бидайдың 74% орылған. Орташа егін шығымы гектарына 15 центнерді құрап отыр. Петропавлдағы Қазтехмаш зауытынан шыққан 22 комбайн ораққа жұмылдырылуда. Біздің аймақ аграрлық, индустриялық өңір болып табылады. Өндірілген жалпы өндірілген өнімі 2014 жылы 106%-ға өсіп, 798 миллиард құрады. Облыстың экономикалық құрылымында айтарлықтай үлес салмақты өңіріміздегі экономиканың нақты секторлары ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, сауда және көлік салалары құрайды. 2014 жылы оның тұтас үлесі 60% құрады. Сонымен қатар өнеркәсіп өндірісінде 103,8 миллиард теңгенің өнімі шығарылған, оның ішінде 73,8 миллиард теңге қайта өңдеу саласына тиесілі. Ауыл шаруашылық өнімі 44%-ға, құрылыс жұмыстарының көлемі 1,5 есеге артқан. Мемлекет тарапынан қолдау жақсы. Ауыл шаруашылығы саласына 35 миллиард теңге көмек берілсе, Қазагро акционерлік қоғамы 17,7 миллиард теңгені жеңілдетілген несиемен берген. Элеваторларға 0,5 миллион тонна бидай құйылды. Оның біразы 3-ші класста. Қазір азық-түлік корпорациясы бидайдың тоннасын 42 мың теңгеден сатып алуда. Аталмыш сала бойынша ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы кеңінен тоқталды. В этом году у нас увеличились площади кормовых культур. Біз жем-шөп алқабын ұлғайттық. 54 астық қабылдау пункті жұмыс істеуде. Биыл 5 элеваторды іске қостық. 73 мың тонна жанар-жағармайды жеңілдетілген бағамен сатылды. Мемлекеттік бағдарламалар арқасында мал басы көбеюде. Сыбаға бойынша 2024 ірі қара, алтын асық бойынша 4751 қой сатып алынды. Ырыс бағдарламасы бойынша 3 сүт тауарлық фермасы іске қосылды. 5 тауар өндіруші сүт өнімдерін экспортқа шығарады. Брифингке қатысқан Анатолий Рафальский де шаруалардың жағдайы оңалғанын, ауылда жұмыс істеймін деген азаматтарға әрқашан қолдау барын тілге тиек етті. Қазіргі таңда Тайынша астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі егін сеуіп мал өсіріп, енді бірер жылдан кейін сүт өңдейтін нысанды ашуды жоспарлап отыр. Азды-көпті ақпарат берілгеннен кейін тілшілер сауалдарын жолдарды. Бірінші кезекте оларды бос пайдаланылмай жатқан жерлердің жағдайы қызықтырды. 100 мың гектар мемлекетке артқа қайтты. 35 мың гектарға 10 есе сала көтерілді. Мен ойлаймын, әрмен қарай бұл жұмыстарды жалғастырамыз. Бүгінгі 100 мың гектар артқа қайтқан конкурс арқылы жұмыс істеймін деген адам, мал өсірем деген адам, малдың санын көбейтем деген адамға конкурс арқылы алуға болады. Тағы бір білгеніміз, елді мекендерге зоотехниктар, мал дәрігері, агрономдар керек екен. Сондай-ақ ауыл азаматтарының еңбек ақысын көбейту үшін арнайы жұмыс тобы құрылып, қазір аудандарда жұмыс атқаруда. Бүгінде орташа жалақы 65.400 теңге, ал орылған ылғалды бидайды қабылдауда еш мәселе жоқ екен. Общей емкостью 193,5 тысяч тонн. Астық кептіргіштер тәулігіне 293,5 мың тонна бидайды қабылдай алады. Ол агроқұрылымдарда да, астық қабылдау орындарында да бар. Сондықтан жаңа орылған бидайды еш кедергісіз қабылдай аламыз. Таза ауыз мәселесі де реттелген, ол үшін 5,3 миллиард теңге бөлініпті. Петропавлдағы су тораптарын жаңалауға 500 миллион теңге бөлінген. Алдағы уақытта таза су 7 ауылға беріліп, 44 елді мекенде ауыз судың сапасы жоғарыламақ. Ал баспана бойынша 2015 жылы 124,5 мың шаршы метр үй берілмек. 8 ай ішінде 31,5 мың шаршы метр қолданысқа енгізілген. Гүлнар Сайлауқызы, Орал Амренов, Төлеген Бейсенбаев, ақпарат.